достар, бесінші сұраққа тоқталайық. Бізде бесінші сұрақ қымбат түсті металл деп келген. Жалпы географияда біздер негізгі екі бағытты бөлеміз, қандай физикалық және экономикалық деп. Соның ішінде бізде экономикалық бағыт бұл шаруашылықтар зерттейтін ғылым бір сөз айтқанда, шаруашылықтың өзі бөлінеді, жеңіл, ауыр деген секілді. Соның ішінде ауыр өнеркәсіп, жеңіл өнеркәсіп деген секілді бөлеміз. Соның ішінде ауыр өнеркәсіп бар. Ауыр өнеркәсіпке металлургияны, орман шаруашылығын, химия шаруашылығы, машина жасау деген секілді, күшті талап ететін өнеркәсіптерді жатқызатын боламыз. Сонымен одан бөлек үшінші тағы бір өнеркәсіптер ол қызмет саласы, қызмет көрсету, білім беру болсын, медицина болсын деген секілді түрлері. Кеттік. Енді біз жалпы сұрақ неге келе жатыр? Металлургия деген нәрсеге келе жатқан. Металлургия кеттік. Жалпы металлургияны біздер екі топқа бөлеміз. Қара металлургия және түсті металлургия. Кеттік. Қара металлургия нелері? Сол туралы тоқталып кетейік. Біздер қара металлургия темір, пайдалы металл түрлері. Темір, марганец, және де хром. Хром бізде Ақтөбеде хром тауда бар. Жалпы енді темір көбіне Қазақстан солтүстік бөліктерінде, солтүстік Қазақстанда. Марганец тоже, марганец никель деген секілділер тоже Мұғалжар тауларында кездеседі, оңтүстікте тоже Қаратауда кездеседі, қателеспесем. Одан кейін түсті металлургия. Бұлардың бүкілі қара металлургияның пайдалы қазбалары көрсетілді. Одан кейін түсті металлургия. Түсті металлургияны біздер негізінде 5 топқа бөліп қарастырамыз. Бізде бірінші топ жеңіл металдар, жеңіл металл. Түстің өзінің ішіне бөліп қарастырып отыр. Түсті металлдың ішінде ауыр, одан кейін бағалы, немесе қымбат, сұрақта сұрап тұрғандай, бағалы немесе қымбат, одан кейін сирек кездесетін. Соңғысы баяу балқитын. Баяу балқитын металдар. Бір дүние түсті. Металлургияның бөлігі кірді. Металлургия 2-ге бөлінді, қара және түсті болып, түстің өзі 5-ге бөлінді. Жеңіл, ауыр, бағалы, немесе қымбат, сирек металдар, баяу балқитын металдар болып. Әрқайсысына мысал беріп кетейік. Біріншісі жеңіл металдарға алюминий, магний, титан. Енемелерде титан деген жауап істейік, себебі қымбат емес. Жеңіл түсті металл болды біздер. Ауыр металл. Ауыр металлға қорғасын, мырыш, мыс, никель. Мыс, никель, қалайы. Бұлар бізде ауыр түсті металл. Одан кейін бағалы енді. Бұл жерде бізде қалайсыз теорик. Қалай себебі, қалай бізде ол ауыр металл. Тоже мырышты да сызсаймыз. Ауыр түсті. Ауыр. Жеңіл.
Одан кейін бағалы немесе қымбат. Енді бағалы аты айтып тұр, алтын, алмаз. Алтын, алмаз, күміс, платина деген сияқты. Күміс, платина. Демек, біздің қымбат түсті металымыз дұрыс жауабы Е нұсқасы, Е варианты болады. Одан кейін ванади қайтып жатады, соны тауып алайық, болды. Бізде сирек кездесетін металдарға германий, уран, галлий, снап. Галлий, снап. Ал баяу уақытында вольфрам, молибден. Жақсы, жалғастыра берейік. Бізде ванади ол бізде ауыр түсті металл. Ауыр түсті металл. Демек, бізде 5-ші сұрақтың жауабы, қымбат түсті металл бізде дұрыс жауап болады. Е жауабы, яғни алтын. Демек, қалған жауаптардың бәрі вариант ретінде келмейді екен. Қазір суреттерін көрсетейін. Міне бізде титанның суреті. Қалай мырыш жездің бір түрі, то есть мырыш ауыр түрі. Алтын бөлек шашты, алтын кейін таралған. Міне ванади, ауыр түсті тоже. Жақсы, көп рахмет.